Бұл курста біз тек қана біздің сәтті кейстарды емес, сәтсіз де кейстарды айтуды жөн көрдік. Уже 13-ші күннің сценарийіне келдік. 13-ші күн сценарий өте асубақты ештеңе жоқ, жетеді. И барлық адамдар сіздердің курстарыңызды күтіп жүрген скрин сообщенияларын шығару қажет. И қай күні уже продажа болатын хабарласаңыз болады, ашық, міне осындай күні продажа болады деп. И сәтсіз кейсқа байланысты осы жерде, мына жерде қарасаңыздар, мен бір күн жабық продажа болады, одан кейін ашық продажа болады деп екіге продажаны бөлгем, я. И менің тәжірибемде бұл не всегда хорошо. Яғни жабық сатылым және ашық сатылым деген екіге бөлсеңіздер, жабық сатылымда продажа жақсы болады, сөз жоқ. Бірақ ашыққан келген кезде, то есть официально продажа болған кезде, продажаларыңыз сәл кішкене онша емес болып қалуы мүмкін. Сондықтан либо закрытый продажи, либо только открытый продажи. Екеуін біреусін ғана фокус қойыңыздар, я. Мен екеуін де бірдей жасап көрдім, одновременно, одан нәтиже ондай қатты болмайды. Конверсия продажу азырақ болады екен. Сондықтан менің қателігімді қайталамай, сіздер тек қана либо открытые продажи, либо закрытые продажи. Енді закрытый продажи деген не? Закрытый продажи деген, яғни жабық сатылым деген, сіз парақшаңызда, посттарыңызда алыңыздар, міне төлемесаңыздар деп айтпайсыз, ешкімге, тек қана заявка қалдырған адамдарға ғана жазып шығасыз, немесе оларға сілтеме бересіз, яғни бір жабық ортаның ішінде ғана продажа болады. Прям ашық емес. Ашық дегеніміз белгілі, там сториспен, тікелей эфирмен, постпен барлығына жария салып, мен сатылымды аштым, тіркеліңіздер деп айтасыз. Түсінікті ғой? Либо жабық сатылым жасаңыз, либо ашық істеңіз. Екеуін бірдей одновременно жасап қажет емес. Енді соңғы күн 14-ші күннің сценарийінде жолыққанша.